болғасын бізде міндетті түрде не болады? График болады. Кез келген функция болса, оның міндетті түрде графигі болады. Сондықтан мына анықталу болсын немесе мәндерінің жиыны, иә, x-тің қабылдайтын мәндерін немесе y-тің қабылдайтын мәндерін табу графикпен табу әдісін көрсеткім келіп отыр, себебі функция графикпен тығыз байланысты. Яғни кез келген функцияның графигі бар, кез келген график берілсе, оның функциясы бар. Сондықтан тек қана бұл аналитикалық тұрғыда алгебралық жолмен таппай-ақ, біз графикінен салыстыру отыра тапсақ, немесе алгебра жолдан кейін тапқаннан кейін графигіне қарап салыстырсақ, бізге оңай және өте түсінікті болар еді. Сондықтан мен әр сізге функцияның графигін салам. Мына 2x плюс 4 функциясының графигі мен мына бір сайтты қолданып салам. Онда сіз міне функцияны жазасыз. Егер 2x плюс 4 міндетті түрде оның графигі шығады бірден. Иә? Анықталу болса ол x-тің қабылдайтын мәндері. Түзу, оның шегі жоқ. Сондықтан ол минус x-тен плюс 6-ке дейін. X-пен қарасаңыз да, былай y-пен басыңызды бұрып қарасаңыз да, ол минус x-тен плюс 6-ке дейін. Сондықтан кез келген қисық түзудің, көлбеу түзудің анықталу болысы мен мәндері жиын минус x-тен плюс 6-ке. Біз оны графикке қарап білдік, иә? Жалпы кез келген былай бір жолға жазылатын функция, бір жолға жазылады деген сөз, ол көп мүше түрінде беріледі. Көп мүше түрінде, және орда бөлшек жоқ, мынандай бөлшектің астында x-тері жоқ, және түбірлер жоқ, ешқандай синус, косинус, логарифм деген түрі жоқ. Тек қана көп мүшелер берілген. Сондай функциялар, сондай түрде берілген функциялардың анықталуы болса, үнемі минус x-тен плюс 6-ке дейін болады. Анықталуы болса, ол x-тің қабылдайтын мәндері. Иә? Ал бірнеше түзуде y-тен минус x-тен плюс 6-ке дейін болады, бірақ мыналардың мәндерінің жиыны басқаша болады. Ол үшін мынаның графигін қарайық. X квадрат минус 6x плюс 5, иә? Есіңізде сақтаңыз. X квадрат минус 6x плюс 5. Мен мына түзуді алып тастайын да, x квадрат минус 6x плюс 5. Міне парабола. Ол параболаны егер сіз x өсіне байланысты қарайтын болсаңыз, ол минус x-тен плюс 6-ке дейін жалғасып жатыр, себебі мынау тармақтары екі жаққа қарай кеңейе береді. Сондықтан x-тің кез келген үлкен мәндеріне y мәні шығады. Ал мәндерінің жиыны y-пен қарайтын болсаңыз, ол төменгі жақта тек қана минус 4-тен басталады, былай басыңызды y-пен қарасаңыз, минус 4-тен басталады да, жоғары қарай плюс 6-ке дейін кете береді. Сондықтан біз айтамыз, мәндерінің жиыны мына жағдайда минус 4-тен басталып плюс 6-ке дейін кетеді. Иә? Ал анықталу болса, біз айттық, минус 6-тен плюс 6-ке дейін, ол кез келген көп мүшелі түрде берілген функция үшін бір жолға жазылған, ешқандай бөлшексіз, түбірсіз, басқа ешқандай түрсіз жазылған функциялардың барлығын анықталу болса минус 6-тен плюс 6-ке дейін. Енді мынаның мәндерінің жиынын қалайық. Y бойынша қабылдайтын мәндер x куб минус 2x квадраттың график бойынша қараңыз. Мен алып тұрмын алдындағын x куб минус 2x квадрат. Мен көріп тұрсыз, иә? Мәндерінің жиыны ол y-пен минус шексіздіктен y плюс шексіздікке дейін. Y-та кез келген сандарды қабылдай береді екен, иә? Минус шексізден плюс шексіздікке дейін. Графигіне қарап айтып жатырмыз. Ешқандай да алгебралық жолмен шығарып отырған жоқпын. Мына функцияны қараңыз, ертең 1 қосылған x бөлінген 2 минус x. Y тең 1 қосылған x бөлінген 2 минус x. Бұның графигі былай. Енді x өсімен айтатын болсақ, минус шексіздіктен бастап, мына 2 дегенде график қиылыспайды. Ол асимптота нүкте деп аталады. Асимптота деген сөз, ол қараңыз. Мен араға жазсам, егер x тең болады 2 деген. Қалса, міне оранжевый түсте. Ол осы түзуде еш жерде қиылып өтпейді, бірақ оған жақындай береді, шексіз. Иә? Сондықтан бұл 2 деген мәнді ғана қабылдамайды. X неге 2-ні қабылдайды? Себебі бөлшектің астында 0 болмау керек. Біз білеміз ғой, иә? X 2 деген мәнді қабылдамайды. Бірақ 2-ден басқа X барлық минус x-тен 2-ге дейін, 2-ден плюс x-ке дейін сандарды қабылдай береді. Сондықтан бұл функцияны анықталу болса, минус x-тен 2-ге дейін, жай жақша 2-ні қоюға болмайды, бөлшектің 2-ден плюс x-ке дейін. Мәндерінің жиынында графикпен қарауға болады. Мәндерінің жиыны y-пен қарасаңыз, y 0 деген санды қабылдамайды. Y бізде 0 деген санды қабылдамайды. Y тең 0 десек, қап-қарамен тұр. Осыны y қабылдай алмайды. Яғни график жақындай береді, бірақ ешқашан қиып өтпейді. Бұл горизонталь асимптотасы. Y тең 0 деген басқа барлық сындар, яғни минус x-тен 0-ге дейін, 0-ден плюс x-ке дейін кез келген мәнді қабылдай береді. Минус шексіздіктен y минус шексіздіктен 0-ге дейін, және 0-ден плюс x-ке дейін кез келген сандарды қабылдайды. Ал x-і бізде мынау, иә, бұл мынанікі. Енді келесі функцияға көшейік. Келесі функция біз мына функциялардың әрқайсысын анықталу болысымен мәндерінің жиынын жаздық графигімен. Енді келесі функцияға көшейік.
Синус 3х минус 2, оның графигін салайық. Мына жерде оларды алып тастайық. Синус 3х минус 2 міне салынып тұр, қараңыз. X өсімен ол минус x'тен плюс x'ке дейін, ал y өсімен ол минус 1 мен 1-дің арасы. X өсінен ол x өсіне байланысты ол минус x'тен плюс x'ке дейін. Ол x анықтау болса, ал мәндердің жиыны ол минус 1 мен 1-дің арасы, минус 1 мен 1-ді қабылдайды. Енді қараңыздар, егер мен оны өзгертетін болсам, алдына қараңызшы, 2 салатын болса, ол минус 2 мен 2-ның арасы болып кетті. Алдына 2 емес 3 салатын болса, ол минус 3 мен 3-дің арасында болып кетті. Себебі синус, әр косинус, ол минус 1 мен 1-дің арасына. 3-ке көбейтілсе, ол минус 3 мен 3-дің арасында болып кетеді. 2-ке көбейтілсе, минус 2 мен 2-ның арасында болып кетеді. Енді егер мен мұнараға бір нәрсе қосатын болсам, айталық плюс, айталық x. Енді қараңыз, графикті қараңыз. Ол былай y өсімен де мәндердің жиында минус x'тен плюс x'ке дейін болады. Яғни сізге бір функция берілсе, сіз графигін салып бере аласыз. А график салғаннан кейін сіз анықтау облысында мәндердің жиынды айта аласыз. Немесе алгебралық жолмен анықтау облысын тапқаннан кейін, немесе мәндердің жиынын тапқаннан кейін, сіз графикпен салыстырып, дұрыс па, дұрыс емес па, соны айтып бере аласыз. Өте ыңғайлы, өте ыңғайлы. Ары қарай, y тең x квадрат плюс 2 минус x, x квадрат плюс 2 минус x. Міне ол. Анықтау облысын қараңыз, ол x минус x-ліктен басталады мұнараға 2-ге дейін. Ал y мына саннан басталады, мына санның міне нүктедің координатасы түрі 1,381. Ден бастап плюс x-лікке дейін. Анықтау облысы бізде минус x-ліктен бастап 2-ге дейін. X-ін қабылдайтын мәндер. Мәндердің жиыны ол қандай да бір шамамен болды, шамамен. Бұның негізі біз жуық мән алып жатырмыз, плюс x-ке дейін. Бұны қабылдау керек. Жоқ, ең төменгі точкасы y бойынша. Екінші координат айтып тұр, x бірінші координат айтып тұр. Егер біз мына x квадрат деген затты алып тастайтын болсақ, сізде мынандай график шығады. Сіз айтасыз, анықтау облысы минус x-тен 2-ге дейін, мәндердің жиыны 2 емес, 2x мәндердің жиыны мына нүктенің y координасын қараңыз. Нүктенің басқаңыз y координаты шығып тұр 0. Сол 0-ден бастап плюс x-лікке дейін, себебі y бізге өсе береді. Мына графиктің мына y-тердің координасын қараңыз. 3 деген, немесе мынарды төмен алға қарай жүрсек, ол төмен түсе береді. Азая береді, сол жақ нүкте. Бұлай жоғарылаған сайын ол көте береді. 3, 3-4, 3-5, 3-6, сол миллион, миллиард деп кете береді өскен сайын. Бізде нардан нүктелер қарасақ, 5 болды уже y-ін қараңыз. Егер оны тағы да бұлай қарайтын болсақ, y өсе береді, 9 болды. Y шексіздікке дейін өсе береді. Жақсы. Және бізде тағы да бір функция бар, міне арккосинус 2x плюс 3. Бұның да графигін салуға болады. Бұның графигін қараңыз, кішкентай таяқша, ол период түрде қайталануы мүмкін. Жоқ, керісінше ол біреу болады, себебі ол арккосинус, ол кері тригонометриялық функция. Оның x-і минус 2-ден минус 1-ге дейін ғана, x-і минус 2-ден минус 1-ге дейін, y-гі 0-ден басталады, мұнарда 3,14 бұл пи. Мына нүктені қараңыз, мына нүктенің екінші координатасы пи деп тұр, мына нүктенің 0 деп тұр. Y-пен ол 0-ден пиға дейін, ал x-тен ол минус 2-ден минус 1-ге дейін. X-те ол минус 2-ден минус 1-ге дейін. Соны жазып қояйық. X бойынша ол минус 2-ден минус 1-ге дейін, ал y бойынша ол 0-ден пиға дейін. Осы функция анықтау болысы мен мәндердің жиынын график бойынша табу. Мен қолданылатын сайт, графикті салу, ол desmos.com. Әрине, сізді қолдансаңыз болады, немесе тағы да бір қолданатын бар. Мынандай сайт ТК. Немесе сіз басқасын тапсаңыз, басқасын қолданыңыз. Бірақ графигін салсаңыз, сізге бірден оңай түрде түсінікті болады. Анықтау болысы мәндер жиыны не екенді түсінікті болады, қалай табу керек, және көрініп тұрады ол қай жерден қай жерге екенін. Сәттілік тілеймін.